Сәлем достар, менің каналыма қош келдіңіздер. Осындай бірден дайын болатын манты жасаймыз. Алдымен бізге керегі ұн. Ұнға бір дана жұмыртқа салып, жылы тұздық су құйып, қаттылау қамыр илейміз. Каналыма тіркеліп, подписка басып, қоңырау шалып қойыңыздар. Нанымыз осымен дайын болып қалды. Осылай әбден басып, иығын қандырып илейміз. Екіге бөліп, жайғанға ыңғайлы болу үшін екіге бөлеміз. Тағы да осылай әбден басып, иығын қандырамыз. Бетін жауып, біраз уақытқа қойып қоямыз. Ендігіде салмасын дайындаймыз. Оған бізге керегі картоп пен пияз. Әбден бәрін ашып, дайындап аламыз. Мен алдымен асқабақты ашып, дайындап қойдым. Енді осы пияз бен картопты ашып, бірге дайындаймыз. Ашып болдым, енді жуып дайындаймыз. Картоп пен пиязды әбден жуып тазалап аламыз. Картоп пен пиязды асқабаққа турау үшін бәрін бірге қоямын. Ең бірінші картоптан бастап тураймын. Картопты осылай 4-5 ғып майдалап тураймыз. Картопымыз дайын болды. Ендігіде асқабақты тураймыз. Асқабақты да осылай майда ғып, 4-5 ғып турап аламыз. Асқабағымыз да дайын болды. Картоптың үстіне қосамыз. Ендігіде пиязды тураймыз. Пиязды да ұсақтап, майдалап, 4-5 ғып турап, дайындап аламыз. Осымен пиязымыз да дайын болды. Оны да қосамыз. Мұны етті мен алдын ала қосып алдым. Үстіне қара бұрыш саламыз. Оның үстіне тұз саламыз. Одан кейін сұйық май құямыз. Бәрін құйып, осылай жақсылап бәрін араластырып аламыз. Мен фаршты алдын ала тартып алдым. Содан бірден қоса салдым.
Ендігіде қамыр жаямыз. Қамырды қатты жұқа немесе қатты қалың қып жаймаймыз. Орташа қып жайып, соған салмасын саламыз. Ұнды арасына осылай сеуіп отырып жаямыз. Арасына сеуіп отырсаңыздар, жабысып қалмайды. Нанымыз осымен дайын болып қалды. Ендігіде кесеміз. Бірінші осылай ұзыннан алып кесіп, екінші осылай төртбұрышты қып кесеміз. Ендігіде салмасын ішіне салып, осылай түйеміз. Ендігіде мантабарканың ішін майлап, осылай мантыларымызды тізіп шығамыз. Мантының астын кішкене майлап жібереміз, сонда жабыспайды. Газға 40 минутқа қойып пісіріп аламыз. Осымен біздің мантымыз дайын болды. Каналыма подписка жасап, қоңырауды басып, тіркеліп қойыңыздар. Ас болсын.